Сәлем, қалайсыздар? Менің есімім Жұлдыз. Бұл менің YouTube каналым. YouTube каналыма тіркелсеңіздер өкінбейсіздер, себебі менің YouTube каналымда сұлулық әлемі жайлы білетін боласыздар және үйренетін боласыздар. Менің YouTube каналымда өте құнды ақпараттар болады, және лайк басуды, комментарийға не білгілеріңіз келеді, соны жазуды ұмытпаңыздар, және колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Бүгін мен сіздерге қандай пинцет қолдану керек, новичоктар қандай пинцет қолдану керек, профмастерлар қандай қолдану керек, және пинцеттер қандай түрге бөлінеді, қандай градуста бөлінеді, сол жайлы айтатын боламыз. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай пинцеттің түрлері, бұл жердегі пинцеттердің өзінің градустары прям жазылған, осындай шетінде, мынандай шетінде жазылған. Және де пинцеттер өзі қалай типке бөлінеді. 2-да ашатын пинцет болады, классика жасайтын пинцет болады, кірпікті адам көзіне қоятын пинцеті болады, және кірпікті ашатын пинцеті болады, және мега объемда ашатын пинцет болады. Олардың әрқайсының өзінің түрлері болады. Негізінде көп қыздар, новичок қыздар, мынандай басы қатты қайырылған пинцетті қолданады. Бұл пинцет ол қыздарға өте қиын болады, потому что бұлмен профмастерлар қолданады. Ал осындай SP00 деген градуста бөлінген пинцет бар. Басы осындай жұмсақ болып қайырылған. Осындай пинцетпен новичоктар қолданса болады. Мен өзім обучение өткен кезімде қыздарға осындай пинцетті ұсынамын. Основном Ветустың пинцетін ұсынамын, потому что Ветустың пинцеті оларға оңайырақ болады. Негізінде бүкіл Авиталь, басқа да пинцеттің Нагараку деген сияқты фирмалардың пинцеттері барлығы жақсы, бірақ именно Ветус пинцетімен новичоктар қолданса оларға өте ыңғайлы болады. Себебі бастары жұмсақ және қолға пучок ашқан кезде, осылай қолға қойған кезде оларға осы пинцет ыңғайлы болады. Ал мына пинцетпен, басы қатты қайырылған пинцетпен олар қолданатын болса, оларға сәл қиынырақ болады, потому что бұмен объемды ашады. Олар басында кірпік істеген кезде онша объем ашамайды, вот соның кесірінен осындай пинцет қолдана алмайды. Негізінде, бірақ сразу осы пинцетпен қолданып кететін болса, тоже үйреніп кетеді. Негізінде мен өзім басында новичок болып бастаған кезде мен осындай пинцетпен бастадым. Менің пинцетімнің аты My Name is Rachel. Потом ол пинцеттің фирмасы шығармай қойды. Вот содан кейін Ветус пинцетінің осындай қайырылғандары маған ұнап бастады. Ал мына пинцетпен мен одан кейін уже профмастер болғанда алып бастадым. Бұл пинцет сәл қымбатырақ тұрады басқа пинцеттерден қарағанда, бірақ өте качественный пинцет. Және бұмен мегабемді да ашса болады, және универсал болып кетеді. Ал мына пинцетпен мегабем ашу өте қиын. Бұл пинцетпен 2-да, 3-да, 4-да ашуға болады. Негізінде сіздер бастаған кездеріңізде осындай пинцет алып бастап, одан кейін переходпен осындай пинцетке өтсеңіздер болады. Менде осы екі пинцетпен қазір қолданамын, потому что мынаның басы өте жуан болғандықтан склейка болып қалған моменттерді мен аша алмай қаламын. Сразу кірпікті қойған кезде склейка болмас үшін мен жан-жақтарын бір тазалап өтем. Сол кезде осы пинцетпен тазалап өту өте қиын. Сол үшін мен ондай моментте осы пинцетпен қолданамын. Сол үшін осы екі пинцеттің түрі де керек. И советую басында осы пинцетті алуды, потом осы пинцетпен қолдануды. Қазір жақыннан тағы бір көрсететін боламын. Және бұдан да бөлек мынандай Ветустың MSC19 деген де түрі бар. Бұл пинцетпен де қолдануға болады. Бұл основной негізі пучок ашуға ыңғайлы пинцет. Өздеріңіз қарап тұрғандай, бұның қайырылғаны өте басқаша. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл пинцетпен сол пучок ашуға арналған. Пучок ашу сабағы да бар, көрсеңіздер болады. Тоқтай тұр. Қазір мен сіздерге жақыннан қалай көрсетіледі пинцеттің түрлері, Қазір мен сіздерге жақыннан пинцеттің түрлері қалай көрінеді көрсететін боламын. Мен қолданатын пинцет осы Авиталь пинцеті, ұшы осылай қайырылған. Мынау Ветус пинцеті, который пучок ашатын пинцет бұл. Мына пинцетпен новичоктар қолданады. Мына менің ескі пинцетім My Name is Rachel. Мынау соның тағы бір түрі, бірақ бұл басқа фирмадан, тоже осылай қайырылған. Ұшын көріп тұрған шығарсыздар, осылай қайырылып кеткен. Содан кейін мен бұны қолдана алмай қалдым. Және мына пинцет, бұл пинцетпен чисто Lovely фирмасының пинцеті. Бұл пинцетпен біз чисто кірпік қоямыз. Ашылған пучоктармен кірпікті алып, адам көзіне сразу қоямыз. Ұшы кішкене қайырылғаннан кейін өте ыңғайлы пинцет.
және де пинцеттің өзінде өзінің сыртына кигізетін қапшықтары болу керек, немесе мынандай қапшық алсаңыздар болады, бірақ пинцеттің өзін осы күйінде алып жүрмеңіздер. Себебі ұшы осылай қатты майысып кететін болса, сіздер уже новый пинцет алу керексіздер, ал новый пинцетке үйренем дегенше қанша уақыт кетіп қалады. Сол үшін ұшына байқап қараңыздар және жерге түсіріп алмаңыздар. Бүгінгі ақпараттар ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі келесіде бұдан да құнды ақпараттар болады. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға не білгілеріңіз келеді, жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің кішігірім арманым бар еді, 1000 подписчикке жету. Сол арманымды қолдап жіберсеңіздер, мен өте қатты қуанышты болатын едім. Всем пока!